дененің 8 секунд ішіндегі жүрген жолын анықтауымыз керек. 2 секундта ол үдемелі қозғалды. 2 мен 4 секундтың аралығында ол бір қалыпты қозғалды. Ал 4 секунд пен 8 секундтың арасында ол кемелі қозғалды. Осы есепті оңай шығару жолы аудандар арқылы шығаруымызға болады. Мына фигура менде 3 бұрыш болып тұр. Мына фигура менде 4 бұрыш, мына тағы менде 3 бұрыш. 3 бұрыштың ауданын қалай табамыз? S тең А көбейтілген B бөлінген 2. Бірінші кезекте мен мына 3 бұрыштың ауданын тауып аламыз. Бізде А дегеніміз бізде 2, B деген 4 бөлінген 2. Сонда 4 метр болады. 2 секундта дене 4 метр жол жүрді. Мына менде S1. Екінші S2, 4 бұрыштың ауданын табу үшін А көбейтілген B. Уақыт 2 секунд көбейтілген 4, 8 метр болады. Үшінші кезекте 3 бұрыштың ауданын тауып алайық. Бізде S3 тең болады А көбейтілген B бөлінген 2, 4 бөлінген 2. Екеуін қысқартатын болсақ 2, сонда 8 метр болады. 8 секундтағы жүрген жолды табу үшін барлығын қосамыз. S тең болады S1 қосылған S2 плюс S3. 4 қосылған 8 қосылған 8. Жүрген жолымыз 20